Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Дауысың жақсы естіліп тұр ма Азеке? Кеш жарық болсын. Кеш жарық болсын, Жақсы естіліп тұр дауыстарыңыз, Тамаша. Ендеше жетіде деп келіскенбіз. 7-тен 1 минут өсті. Уақытымызды созбай эфирімізді бастайық. Әрине. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық Азеке, өзіңізбен тағы бір амандасайық. Бүгін бізде Алматы қаласы жастарды қолдау орталығы шығармашылық жастар фестивалін дамыту жобасы бойынша бүгін күйші, өнертану ғылымдарының магистрі, халықаралық сайыстардың лауреаты, жеңімпазы, қателеспесем Отырар ансамблінің күйшісі Сынаров Азамат мырзамен сұхбат үстіндеміз. Сұхбатымызды бастаймыз. Қош келдіңіз, Азеке. Қош келдік. Тамаша. Енді Азеке, алғашқы сұрақты бастайық. Жалпы өнер адамдарына қойылатын, ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл. Жалпы өнер жолына қалай келдіңіз? Ең алғашқы сұрақ осы болсын. Осыдан кейін сұхбатымызды жалғастыра берейік. Айтады ғой қазақта, өнерге бір күнге келген жоқпын, бір мезетте келген жоқпын деп. Сондай азаматтардың бірі болармын. Мынау ананың сүті, әкенің қанымен келген өнері ғой бұл. Қазаққа тиесілі күй өнері, соның ішінде домбыра. Сол енді бұл өнерге жалпы өзімнің былай айтқанда жақсы жігіт нағашысынан деп жатады ғой. Жаңағы ағайын туыс бауырларым өнерге жақын, барлығы күй шертеді, ән айтады деген секілді. Сол мектеп қабырғасында оқып жүрген мезеттен өзім сол өнерге қызығып, мынау үйірмеге жазылып, сөйтіп домбыраға деген әуестігім басталып кетті сол кезден. Осыдан биыл қарап отырсам 20 жыл болыпты осы домбыра тартып бастағаныма. Әуелде бұл қызығушылық 5 жасымнан басталған екен. Оның бірі мынау үйде кішігірім қонақтық болады, отырыстар болады. Сол кезде ортаға домбыраны алып, өзімше өз жүрегім не сайрайды, соны тартатын сол кезде. Сол кезден қызығушылық басталып кеткен енді бұл. Жаңа айтқандай, ананың сүтімен келген өнер шығар. Бәлкім соны ешкім қолыма жетектеп, не болмаса осыған қарсы деп айтқан ештеңесі жоқ. Сонымен өзім талпынып, өзім соған бастағаным сөйледім. Яғни, бала кездегі жан қалауы болды ғой? Иә, бала кезде сол жаныма жақын болды. Тамаша. Енді былай қарап тұрсаңыз, неліктен күй деген бір сұрақ туады? Қазіргі таңда кішкене жасы болсын, жасамысы болсын, былай айтқанда түр әлпетін таныту үшін эстрадаға барып жатады, әндер айтып жатады. Оның ішіне сіздің әрине бұл салада жүргеніңіз, домбыраның өзі, күйдің өзі қазақтың бір ажырамас егізі ғой. Сондықтан да өнердің халыққа танымал басқа жағын қаламай не үшін күйге келдіңіз деген тағы жаңа сұрақтың жетекшісі болсын бұл да. Иә. Енді бұл дүниені адам өзінің ішкі дүниесімен, бұл тылсым күш қой, өзі күй деген, ол тылсым дүние. Оны тыңдаған жұрт болсын, ойнаған жұрт болсын, оны екінің бірі түсіне бермейді расына келгенде. Үлкен ағаларымыз да әрине жақсы біледі күйді. Үй тұрғанмен түсіну, оны екі талай, екі бөлек дүние бұл. Осы таңдауымыз себебі де сол енді бағана айтқан қызығушылығым ғой өзімнің. Бұл енді неге әнді таңдамадым деген болатын болса, енді бала кезде әнді айтқам, бірақ әннен екеуіне таңдау болды да дейінде. Үй тұрғанмен күйді жақыныма жақын, осы жаныма жақын болды да, содан осы бағыт таңдадым. Енді бұл бізге дейін қанша бабаларымыз осы күйді қолдан қолға бір-бірді ойнап отырып, ауыздан тарихтарын ауызша әдебиет арқылы жеткізіп отырған ғой. Бәлкім енді өзім мынау
Орал өңірі, батыс өңірінің тумасы болғандықтан ол жерде де атақты күйшілер өткен талай. Оның бірі Құрманғазы, Дәулеткерей, Сейтек, Дина секілді. Бәлкім сол топырақтың да әсері болған болар. Енді қалай болған өзінде де ішкі қызығушылығым, көз алдымда анам да, ағаларым да күй тартып, ән айтып отырғасын, оған құлақ үйреніп қалдым бәлкім. Соның да әсері болар. Негізі қайсыда бастаған кезде бізде құлаққа жалпы үйреншікті нәрсе болып қалған ғой, ол қай жерде болмасын әлемнің. Бір дүниені бастаған кезде сыншы болады. Біздер енді осы қызығып бастаған уақытта ешкім бетімізден қағып, олай болмайды деп айтқан емес. Жалпы қазірде солай ғой. Егер де ұлттық өнерге қызығушылық болып жатса, я болмаса баланы бірден соған тәрбиелеп жатады. Үйірмеге қатыстырып, бұл деген қазақтың жаңағыдай рухани байлығы ғой, ұлттық өнер, дәстүрлі өнер. Ендігі сол енді бастаған іске сыншы көп, соның барлығын енді алып жүріп, мінекей 20 жыл болып Алматының төрінде қазақ ұлттық мемлекеттік филармониясында қазір қызмет жасап жатырмыз. Бір дүниең кем болып тұрса, бізді аяқтан шалып жатады. Ондай дүниелер де болды. Соған қарамастан, бүгінде осы бір жерде сүріндік, бір жерде тұрдық, жеңімпаз болдық. Соның арқасында қазірде шүкір өнердің ортасындамыз қазірде. Білетімізден білмейтін көп секілді, сондықтан әлі де үйренетін шығармыз. Бұл күйшілік өнер деген жалпы жаспен келеді ғой. Жақсы. Азамат аға, маған тоқталайықшы енді. Жаңа айтып жатсыз ғой, күйдің, мен жалпы өзімді алайын, күйдің ырғағын ұнатамыз да, әуен көбінесе. Былай шындығында әр күй, ән секілді, жыр секілді өзінің бір оқиғасы болады. Болмаса бір оқиғаға негізделіп шығады ғой. Соған қарағанда қазіргі таңда кейбір өзіңіз де куәсі болып жүрсіз ғой, тойларда мысалы ет әкеліп жатқан кезде, үлкен тамақ әкеліп жатқан кезде күй тартып жатады. Сонда былай қарап тұрсақ, сол күйді бір төмен деңгейге түсіріп жүрген жоқпыз ба сол арқылы? Иә, кейбір кемшін тұстары болып жатады, әрине. Өте дұрыс айтасыз. Бірақ енді ол әуелден бері бұл халықтың жадынан шыққан дүние ғой өзі. Халықпен біте қайнасып жатырған. Ол әсте солай болғаны дұрыс деп ойлаймын өзім негізі. Бірақ кей тұстарда бәлкім сол мынау енді сөздің ашығы керек, кейбір халықтың енді білімсіздігі болар, бәлкім сол дүниенің хабар жоқтығы болар. Тарихы, шығу тегі мүлдем мысалға қиын оқиға, я болмаса азапты бір дүниеге байланысты шыққан күйлер болса, соны тездетіп, жаңағы эстрада бәлкім эстрадамен жазылған сол күйді аспен бірге шығарып жатырғандағы, енді ол біздерге күйдің ортасында, өнердің ортасында жүргесін, біздерге кейбір кездерде әрине жаныңа батады. Кейбірде енді бұл үлкен мәселе негізі. Мынау түркі тілдес халықтарда жаңағыдай шетелге барып жүреміз ғой, Әзербайжан халқы бар, Түркия елі бар. Бұл жерлерде көбіне мынау өнер халықпен бірге астасып жатады. Сонымен бірге өмірдің ішінде жүріп жатады. Қайбірі аспап шығу тарихына дейін біліп жатады, айтып жатады, барып көріп естіп жүреміз. Бізде сәл осы насихат жағы аздау болар бәлкім халыққа деген. Осы ұлттық өнерді кейбір мынау ұлттық каналдардан да ол беріп жатырған болса, игі істердің бірі болар еді менің ойымша. Сол себепті
насихат жағы жақсы болса, халықта сол элекпен жүріп өте береді деп ойлаймын. Бірақ енді мен өзім жақсы көңілмен қараймын. Жақсы оймен, себебі бұл бағана айтқандай халықпен байланысты дүние ғой өзі. Халықтың ішінен шыққан. Сол себепті мен құба-құп деймін бұл нәрсеге негізі. Былай асабаларға болмаса сол күйді қолданып жатқан музыканттарға соны дұрыс жағынан қолдану бойынша кейде бір ескертіп айтқан тұстарыңыз болды ма? Біз көбіне естіп жатамыз енді, дей тұрғанмен нақты бір көп кездесе бермейді ғой. Мынау енді ел арасында танымал Көңілашар сынды, Құрманғазының Сарыарқасы сынды, Адай сынды. Бұл күйлер халықтың жүрегінде, құлағында жүрген күйлер. Бұл одан бөлек тыңдаған адамға бұл өзі рух беретін күйлер ғой. Сондықтан қолданып жатса, мынау оркестр сүйемелдеуіндегі оркестрдің нұсқасындағы күйлерді ұсынып жатса, ол тіпті ажарлана түседі. Мынау енді бұрында да тіптен алама бәйгелерде, далада болатын бәйгелердің басын осы Түркештің Көңілашармен бастайтын кездер көп қой. Болмаса мынау қазір айтыс өнерінде де мысалға Түркештің Көңілашары, Құрманғазының Балбырауымен оркестр нұсқасындағы варианттар қолданып. Бұл тіпті халыққа жаңағыдай алдын ала бір кіріспе секілді рух береді. Жаңа образға кіргізеді халықты. Сондықтан дұрыс жағынан қолданса, мен әрине жақсы қараймын ғой. Жақсы, Абеке, мынаған келейікші енді. Мысалға, күй ойнаған жерде, жалпы домбыра болған жерде қазақ өзінің қазақтығын сегіз тұла бойында бір қан шымырлап өтеді ғой, оны жасыратыны жоқ. Енді сол деңгейден алғанда біздің ұлттық құндылықтарымыз, төл өнерлеріміздің бірі айтыс дейтін болсақ, қазір айтыстар, жастар айтысады деген секілді жас ақындарды танытуға арналған көгілдір экраны, яғни теледидардан бірнеше бағдарламалар бар. Жалпы осы күйді дәріптеуге арналған жобалар бар ма қазіргі таңда? Өзіңіз қатысқан болсын, болмаса, Әділқадыр ретінде барған болсын, болмаса, көріп жүрген болсын. Қазірде бұл бағдарламалар, осы төңіректегі бағдарламалар өте аз және жоқтың қасы деп мен айта аламын. Ол бір ендігі мәселе, бұған бәлкім осы нарықтың, қазіргі заманның, мынау телевидение саласындағы сол статистика деп жатады ғой, соның әсері бар ма екен деп ойлаймын. Бәлкім мынау қазір батыс мәдениетімен қайнап жатыр ғой, астасын. Бәлкім соның да әсері болар. Статистика аз. Біз бала кезімізде Қазақстан ұлттық арнасында көптеген бағдарламалар болатын, Әлем арт секілді. Көп балалар соған қарап, бой түзеп, қызығушылық танытқан. Соның бірі мысалға мен өзім бала кезімде көріп өте қызығатынмын. Кейінгі жылдары мынау аламан айтыс, соның ішінде күй тартыста қолданатын. Бұл Қазақстан ұлттық арнасында мынау сенбі күні кешкісін 7-8-дерде беретін. Қазақстан ұлттық арнасында қазір ондай бағдарламаны көре алмайсың тіпті. Сол себептен сол кездегі бәлкім басшылардың түзу көзқарастары болды ма деп ойлаймын. Мынау ағымдағы жылдарда, осы 2017 жылы мен қазақпын мега жобасы болды. Бұл да бір жақсы статистикаға жұмыс жасаған үлкен бағдарлама, проект болды. Қазақстанның әр өңірін қамтыған осы 14 облыстан бір күйші, бір әнші, дәстүрлі, бір жыршы қатысқан үлкен жоба болды. Ол 2 жыл қатарынан жалғасты. Кейін енді кішігірім бір бағдарламалар болып тұрады. Дала сазы деген осы былтырғы жылдары 2018-2019 жылдары Дала сазы бағдарламасы болды.
үлкен ағаларымыз, орта бой күйшілер, жас буын күйшілер соған қатысып, өздерінің өнерлерін көрсетіп, сондай бағдарлама болған. Ендігі қазір көп кездесе бермейді. Осы биыл жылы 2020-ның басындан үлкен түсірілім басталды, ол күміс көмей бағдарламасы. Бұл жерде дәстүрлі ән термеге байланысты бағдарлама ғой енді. Өңіріміздің әншілері, мықты дәстүрлі әншілер, жыршылар өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Ендігі бір мәселе бұл домбыра каналы деп ойлаймын. Бәлкім өзіңіз естіп жүрген боларсыз домбыра каналын. Қазір енді жағдай сәл қиындау. Себебі егер бір бағдарламаны, бір каналды, телеарнаны алып жүретін болса, оған үкіметтің көмегі қажет. Қазірде сол телеарна, мысалға, Отау ұлттық жаңағыдай телевидениелардың жүйесіне қосылмай отыр. Үлкен мәселе. Егерде сондай мүмкіндік болатын болса, барлығымыз, мысалы, соның ішінде өзімде бар, сол бағдарламаға өз идеяларымызды айтып, қандай жұмыс жасауға болатын, біз жұмыс жасауға болатын еді, армен қарай. Яғни, соның ішінде күйлер бар, неше түрлі бағдарламалар бар, күй дәріптейтін, домбыра күніне арналған, Наурызға байланысты, осы басқа да. Қазір осы жақын 2-3 ай турасында телевизиялық конкурс ұйымдастырған. Жаңағыдай домбырашылар келіп, өз өнерлерін сол телевизияның сахнасында көрсетіп, сондай бағдарлама болған. Бұйырса алдағы уақытта оны біз көріп қалатын шығармыз. Ол әлі халыққа жол тартқан жоқ. Яғни, күйдің айналасында, күйді халыққа таныту үшін, күйді халыққа тыңдату үшін бағдарламалар басталып жатса, біз өзіміздің көмегімізді аямаймыз дегіңіз келіп тұр ғой. Енді осы салада жүргесін енді біздер қызмет етпесек, енді кім қызмет етеді? Біздер жастарда, бізден кейінгі балаларға біздер үйретпесек кім үйретеді деген көкейдегі сұрақ қой. Әрине. Тағы бір осы өнерге байланысты, осы тақырыпқа байланысты бір сұрақ қойғым келіп отыр. Кез келген реалити шоу дейміз ғой, жаңағыдай шоу түріндегі бағдарламалар болсын, телевизиялық жоба болсын, ең бірінші баратын өнер адамдары, оның ішінде эстрада әншілері. Ал күйшілер бір бұрышта қалып кетіп отқан жоқсыздар ма? Сіздер ондайға өкпе артпайсыздар ма? Өкпе артамыз десек те, артпаймыз десек те. Сіздің қолда емес дегіңіз келіп тұр ғой. Мәселе өзгермейтін сияқты. Енді көп жағдайда күйшілерді осы керек кезде ғана шақырады. Енді ол да дұрыс қой енді. Керек кезде сол өз пайдасына асырып біздер халыққа қызмет етсек, біздің көңіліміз жадырап қалады содан да. Мысалға, ол жылына бір келетін домбыра күні болсын, болмаса мынау данышпан күйшілеріміз, сырлы сазды саусақтарынан күй тамған талай күйшілер өткен ғой қазақ даласында. Бұл бабаларымыздың 5 жылда бір жаңағыдай круглый дата деп жатады ғой. Мерейлі жастары келіп жатады. Мысалға, биылда Дәулеткерей Шығайұлының 200 жылдығы, болмаса Мырза Тоқтаболаттың 170 жылдығы деген секілді мерейтойлар болады сол жерлерде. Сайыстарға қатысамыз. Болмаса үлкен кештерде өнерімізді көрсетеміз. Кейбір жағдайларда әрине күйді енді бір тыңдаған адам бірден түсініп кете бермейді ғой. Бәлкім соның да әсері болар. Бір концертке баратын болсаң, 10 ән болады да, ішінде 1-2 күй ғана болады, мысалға. Ол енді халықтың сұранысына байланысты шығар, енді
халықты шаршатып та алмау керек. Ең тәтті нәрселер аз-аздан болу керек қой өзі. Ол да бар болар. Ең әсте енді мен ойлаймын, осы жақсы бойында өнері бар, дарыны бар, таланты бар балаларды жаңағыдай концерттерге болсын, бір шараларға қатысып тұрса, соның өзі де бір үлкен мәселе ғой. Енді барынша жағдай жасалып жатыр негізі. Бізге бір өзі бұрынғы жаңа айтқан бағдарламаларды көріп, көз үйреніп, құлақ естіп үйреніп қойған сын аз болып көрініп тұратын сияқты. Дей тұрғанмен концерттер болып жатыр. Мысалға, мынау Қазақ мемлекеттік филармониясында да концерттер беріп отырамыз. Биыл Нұрғиса Тілендиевтің 95 жылдығы мысалға. Соған байланысты концерттер қазір өтіп жатыр. Арасында жеке күйшілер де шығып, өз өнерлерін көрсетіп. Азды кемді енді өнерімізді көрсетіп жатырмыз. Өзіміз болсын, болмаса өнердегі бауырларымыз болсын, өз өнерлерін жеткізіп жатыр. Жақсы, Азеке, рахмет. Енді жаңа күйшілерді айтып кеттіңіз ғой, өзіңіз әңгімеңізге тұздық қылып. Дәулеткерейді айттыңыз, Нұрғисаны айттыңыз. Жалпы өзіңіздің осы өнердегі ұстаздарыңызға бір тоқталып кетейікші. Өзіңіз өнерде кімді ұстаз, кімнен дәріс алдыңыз, қай жерде білім алдыңыз, соны қалың көрерменге бір айта кетсек. Иә, бұл әр орындаушыға тоқталып кететін мәселе деп ойлаймын өзім. Мысалға, бұрынғы өткен кездері Құрманғазының шәкірті Дина болған. Я болмаса Дәулеткерейдің шәкірті Әлекей, Салауаткерей сынды шәкірттер болған, күйшілер болған. Біздерде де әрине ондай таңдау бар. Бірақ біз қай кезеңді, мысалға мектеп кезеңі болады, колледж кезеңі болады, жоғарғы оқу кезеңі болады. Әр кезеңде баулыған ұстаздардан жалпы мен өзім кемде кем емеспін. Әр кезде ұстаздарыма алғыс айта жүрем. Себебі әр ұстаздан мен алған білімім шаң теңіз. Мысалға, әр қайсының маған берген білімдері сондай мен жанымда қалып кетті. Әр қайсы қандай сөзі бар, қандай жаңағыдай әдіс дейді ғой, әдісінің барлығы сол менің жадымда. Мысалға, мектеп қабырғасын алғаш бастаған кезде, мысалға, маған ортеке аспабымен үйреткен. Ортекені қолға іліп қойып, содан ойнап отырып үйренгем. Өте оң әсер берді маған. Бірден мен қызығып кеттім, ары қарай ол қызығушылығым одан сайын артып, тез үйренуге талпындым. Колледжде ұстазым болды, Асылғаным Құсмағанбетова Еселқызы. Атақты мынау Орал өңірінде, Бөкейорда жерінде Еселқазиев деген күйші болған, Сейтектің немере шәкірті. Сол кісінің қызында оқыған, мысалға, Асылғаным Еселқызы деген. Мынау Алматы қаласында өзіңіз білетін Қазақ ұлттық консерваторияда да білім алғанбыз. Осы 2017 жылы бакалавриатты тамамдап, атақты Қаршы Ахмедияровтың шәкірті Құдайбергенов Салтанат Аскенқызы да білім алдық. Магистратура бітірдім осы биылғы жылы. Магистратурада Қазақстан Республикасының халық артисі Үлкенбаева Айгүл Нариманқызы тәлім алдық. Әр мұғалімнің берген білімі, сөзі өзі орында деп ойлаймын. Барлығына алғыс айтамын. Солардың арқасында біз адам боламыз ғой. Яғни бір әрі үйреткен ұстазыңа 40 жыл сәлем бер дейді. Әр ұстаздары сіздің жадыңызда бар ғой. Әрине. Күйдің түрлері бола ма, Азеке? Мен естіп жатам, бір шертпеге үй дегендерді. Сол сияқты күйді бірнеше түрге бөлуге бола ма? Күй өзі жалпы екі дәстүрге бөлінеді. Екі ойнау әдісіне байланысты екіге бөлінеді. Ол шертпе күй, төкпе күй. Шертпе күйді біз шертіп, сол қолда теріп ойнаймыз.
төкпе күйді оң қолмен жаңағы төгіп отырып құрманғазының күйлері сияқты адуынды күйлерді орындаймыз төкпе күйде. Одан бөлек күйлер дәстүрге бөлінеді мектептерге. Қазірде академик Ахмет Жұбанов салып кеткен Сара жолда 11 мектеп бар. Ол енді әр өңірлерге байланысты. Бірі Батыс күйшілік мектебі, бірі Маңғыстау, бірі Сыр өңірі, біреу Қаратау күйшілік мектебі, Арқа, Алтай, Тарбағатай күйлері, Жетісу күйлері деп 11 мектепке бөлінеді ғой. Жақсы, жаңа енді сөзіңіздің басыңызда айтып кеттіңіз ғой, Азеке, күйлер бізге ауыздан ауызға жеткен деп, мысалы. Ауыз әдебиетінде, мысалы, жырларды айтамыз ғой, яғни халық әдебиеті деп. Батырлар жырын, олар ауыздан ауызға жеткен, соның нәтижесінде әртүрлі нұсқасы бар дейміз. Ертеректен жеткен күйлердің бірнеше нұсқалары болуы мүмкін ба? Әрине. Бұл ауызша жеткен дүниенің ерекшелігі де сол. Және де оның бір оң беті, оң жағы сол плюс деп жатады ғой. Пайдасы, мысалға, ол күй бір ұрпақтан екінші ұрпаққа ол күй дамып жеткенімізге. Және де бірнеше нұсқалармен жетеді. Мысалға, дүйім жұрт білетін Ақсақ Құлан күйінің бізге жеткен 4-5 нұсқасы бар. Мысалға, сол Ақсақ Құланның Маңғыстау өңірінде бір-екі нұсқалар орындалады. Мынау Жезқазған өңірінде бірнеше нұсқалар орындалады. Мынау Жетісуда Нұрғиса Тілендиевтің өзінің нұсқасы бар. Маңғыстауда Мұрат Өскенбаевтың нұсқалары бар. Сол секілді күйдің бірнеше нұсқалары жету, ол заңды дүние. Мен өз шәкіртіме үйрететін болсам, ол 2 адамға үйретеді, ол сөйтіп кете береді. Жақсы. Тамаша. Жаныңызда домбыра бар ма? Домбыра бар, Мынау әңгімеміз дәлелді болу үшін сізден бір күй сұрасақ қалай болады эфиріміздің ортасында? Жақсы. Қазақта өзі 5000 күй бар ғой. 5000 күйдің ар жақ бер жағында. Ол күй Қазақстанның түкпір-түкпірінде, Батыс өңірі, Сыр өңірі, Шығыс өңірі деген сияқты. Қазір мен Дәулеткерей бабамыздың биыл 200 жылдығы, соған байланысты Дәулеткерейдің Ысқырма күйін тартып берейін. Бұл күйдің аты айтып тұрғандай өзінің атымен тура байланысты. Бірде Дәулеткерей серуендеп кешкісін далаға шыққан кезде ойына бір әуен келген екен. Сол әуенді ұмыт қалмау үшін Дәулеткерей үйіне келгенше ысқырып келіпті дейді. Енді ол кезде қалтасынан шығарып жаза қоятын білімді жоқ қағазға. Ондықтан ысқырып келген екен. Сондағы тартқан күйі ысқырма осы, ысқырма деп жеткен бізге.
Ой, тамаша Зеге. Бізді көріп отырған көрермендерде бір сергіп қалып деп ойлаймын. Енді бір сұрақ келіп тұр көңілде, көкейде. Мынау кейбір күйлердің тарихы бар. Сіз айтқан Құрманғазы болсын, оның бер жағында мысалы мен өзім білетін Құрманғазының кісен ашқан тарихы бар екенін білем. Одан кейін мынау Нари Керген деген күйдің тарихын білем, оқығам. Одан кейін Салтанат деген бертін келе шыққан күй бар, қателеспесем. Одан кейін сіз айтқан Ақсақ Құлан күйі. Сол секілді күй негізі бір оқиғаға шыға ма, әлде мына композиторлар секілді бір әуен бойға келгенде шығуы да мүмкін ба? Иә. Кешіріңіз, толықтай кетейін. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, бала кезде домбыраны даңғылдатып жүретін едім деп. Сол даңғылдан бір күй шыққан жоқ па деген ғой, өзіңізде бір төл туындылар жоқ па? Осының бәріне бір жауап беріп жатсаңыз. Иә, ол негізі күйлер тікелей бір оқиғамен байланысты келеді. Ол іс-әрекетке байланысты оқиға болуы мүмкін, я болмаса көңіл күйге байланысты оқиға болуы мүмкін. Мысалға, жаңа өзіңіз айтқан кісен ашқан болсын, болмаса Құрманғазының кішкентайы болсын, үлкен оқиғаларға байланысты келген күйлер. Ал мына Салтанат күйі енді бұл адамның жан күйзелісі, жан толғанысынан берілген күйлер. Біздерде де аздап күйлер бар өзімізде. Енді біз мынау аға буын күйшілерге қарап бой түзейміз, болмасаң да ұқсатпақ дейді. Сондай бір данышпан болмасақ та, аздап өз өнерімізді сол күймен байланыстырғансын. Бір-екі күйімізде бар енді. Ол да бір оқиғаға байланысты шыққан күйлер. Жақсы, тамаша. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңа аға буындарға еліктейміз деп. Жасыратыны жоқ, мүмкін сіздерге де еліктеп өсіп келе жатқан жастар бар шығар. Күйлеріңізді тыңдап, күйді шерту қабілеттеріңізге қызығып, өзіңізден кейінгі іні буынға қандай кеңес бересіз? Болмаса мына күйшілік өнерге барғысы келіп жүрген, қолына домбыра алып жүрген жастарға осындайдан аулақ болыңыздар, осыған жақын болыңыздар деген кеңесіңіз бар ма? Иә, мен енді ақыл айтатын жасқа бәлкім келмеген де шығармыз, бірақ кеңес өзіміздің алған осы кезге дейін жеткен жаңағыдай тәжірибеге байланысты аздап ақыл кеңес беруге болады. Мысалға, кейінгі жастарға айтар едім, бір дүниені бастаған кезде соңына дейін жеткізуге талмау керек. Адам күш жігері таусылмау керек, соған бір энергия іздеп отыру керек әрдайым. Мысалға, домбыраның өзінде де қазір түрлі бағыттар бар ғой. Мысалға, тек қана бір күймен ғана шектеліп қалмауға да болады. Мысалға, күйді ғана тартпай, қазіргі заманауи әуендерді орындауға болады. Болмаса, осы домбырамен эстрада бағытын алып жүруге болады. Болмаса, мынау әншілерге сүйемелдеп жүруге болады деген секілді неше түрлі бағыттары бар. Жеке шығуға болады, оркестрмен шығуға болады. Сондықтан, егер де бізге еліктеген жастар болатын болса, бір алдыға мақсат қою керек, сол мақсатқа талпынып, кім не айтса да алған бетіне қайтпай ұмтылу керек. Тамаша, қазіргі таңда сіз мақсатыңызға жеттіңіз бе? Мақсатыма әлде жетіп, әлде талпынып келе жатырмын. Бірақ бала кезімде қойған мақсатым болатын. Мысалға, мектеп жасында оқып жүрген кезде сол кезде айтатын өзіме жаңағыдай.
Болмаса консерваторияға түсем де сол кезден өзіме жоспарлап қойғанмын. Құдайға шүкір, қазірде сол жоспарларым орындалды. Үлкен оқу орнына түстік. Тіптен сол магистратурасын бітірдік. Өзіміз тіптен армандамаған мынау ұлттық филармония Жамбыл атындағы отырар саз оркестрінде қазір қызметтеміз. Сондықтан мақсатқа талпынған кезде кішкене свет ұстамай кетті деймін. Сіз жақтан свет ұстамай кетті ма, әлде біз жақтан ұстамай кетті ма? Дауысым естіліп тұр ғой? Дауыс естіліп жатыр, Кішкене светке кешкі уақыт адамдар көп кіріп жатыр ма интернетке. Енді бір сұрақ болсын аға. Қазіргі таңда мынау этно фольклорлық дейміз ба, сондай топтар шықты ғой бізде мысалы. Ұлытау тобы, болмаса Хассақ тобы күйлерді жаңа нақышта орындап жатыр. Оларға деген көзқарасыңыз қандай? Өте жақсы қараймын, өте жақсы. Бағана айтқан сол өнерде, соның үшін домбырада бағыттар көп қой. Бір бағытта тоқтап қалуға болмайды. Соның бірі осы этно бағыттағы осы ансамбльдер. Мысалға ең алғаш сол Тұран этно фольклорлық ансамблі құрылды ғой. Содан Хассақ, кейін қазақ топтар көбейе бастады. Бұл күйге жаңа бір бағыт, жаңа бір леп берген дүние. Мен жақсы қараймын. Мысалға, осы жақын арада мен жол жүріп, Оралға сапар. Жолда өнерге көп қатысы жоқ бауырымды кездестірдім. Сонда әңгімелесе келген кезде оның телефонның жаңа құрылғысында мынау Хассақ, Тұран ансамбльдерінің әуендері жүр екен. Соны жаңа жігіт тыңдап, өзі рухтанады екен, намыстанып жаңағыдай өзінің ұлттық сезімі, ұлтқа деген жанашырлық сезімі оянып, сондай маған үлкен тебіреніспен айтып берген. Мен өзім таңғалып қалдым, осындай жастар, өзіміздің құрдастар бар екеніне бір жағынан риза болып қалдым. Жақсы аға, мынау эфиріміздің соңында қойылатын бізде бір дәстүрге айналып кеткен сұрақ бар. Сол сұрақты қойса, соның жауабын алғаннан кейін эфирімізді аяқтасақ деген ой бар. Өнерге жолаушы болып келдіңіз бе, әлде жолшыбай келдіңіз бе? Жолаушы болып та келмедік, жолшыбай да келмеген шығармыз. Бар болмысымызбен, бар дүниемізбен келдік. Осы жерде тұрақтаймыз деп келген азаматтардың бірі шығармын, өзімде солай ойлаймын. Бірақ тек бір бағытта қатып қалмаймыз, бұйырса іздене береміз. Күйді басқа да бағыттар бойынша дамытамыз, халыққа насихаттаймыз деп ойлаймын өзім болашақта. Сіздерге де көп рахмет, сұхбатқа шақырып, осылай өз ойымызбен бөлісіп, халықпен жүздесуге мүмкіндік беріп жатырғандарыңызға. Жақсы рахмет аға сізге. Алтындай уақытыңыздың бір бөлігін бізге бөлгеніңізге де рахмет. Кейінгі іні қарындастарыңызға, бауырларыңызға өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, біраз ой пікіріңіз айтқаныңызға сізге де рахмет. Алда шығармашылық табыстар тілейміз. Жақсы күндерде жолығайық. Бізге уақыт бөлгеніңізге мыңдаған рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Қош сау болыңыз. Сау болыңыздар.